Не істеп отырсың? Сол театрдың жұмысы ғой. Болды, ал шамдағың барлығын. Адам сияқты чайыңды іш. Қазір енді аяқтап тастайын ба? Әділ, біздің Қазақстанда актер мамандығының 100%-дан 10% ғана жеңіске жетеді, өзі жетістікке. Мен сол 10%-ның біреуі болады. Қойшы Әділ, басыңды қатырмашы. Неге бәрі осы актерлық шығармашылық салаларды жай балалық қиял деп санайды? Кино, театр, музыка деген адам баласымен көне замандардан келе жатқан заттар емес пе? Неге түсінбейсіңдер? Мен бұл мамандықты таңдағаным тек өзімнің қара басыма ұнағаннан емес. Осы өнердің бәрі біздің қоғамға және мәдениетке зор үлесі мен пайдасы бар ғой. Мен оны сендерге дәлелдеймін. Деп қана санайды. Жоқ, мен стандарым, ол да сөйлеп кетеді. Әділ, мен сөйлесіп болған жоқпын сенімен, бергел. Күндізде, түнде де сені іздедім. Кімсің сен, қайдасың, соны білмедім. Бірде барсың, бірде жоқ, сен бір елесің. Актер дегеніміз кино мен театрдың басты қаруы. Оның қоғамға және мәдениетке пайдасы деген бітпес мол. Актер эмоциялық тұрғыда адамға әсерін тигізіп, өзекті мәселелерді көтеріп, халықты біріктіреді. Шынымен де, сіздер оны білесіздер. Біз киномен бірге қуанамыз, қорқамыз, таң қаламыз, шабыттанып, тіпті жылаймыз. Актер халықтың айнасы, шығармашылық пен халықтың білім мен ой санасын дамытуға ықпалы зор. Осындай жетістікке жетіп жатқанымызға анаңыз не деді? Әрине, анам басында қарсы болды. Қай ана өз баласына жамандық тілесін, ел қатарлы тең өмір сүрсін деді. Және де осы жолды таңдағаннан кейін анам бой бермейтінімді біліп өз рұқсатын берді. Және де түбінде нәтиже шығардым. Анам қатты қуанды, жылады. Қуаныштың көз жасы ғой. Бірақ анама алғыс айтамын. Анам болмағанда мен бұндай деңгейге жетпейтін едім.